Али Имран сүресі 186-200 аяттар. Дүние мүліктерің арқылы және өздеріңнің ауыр сырқатқа шалдығуларың арқылы сендер міндетті түрде сынаққа алынасыңдар. Сендерге дейін кітап түскендер мен Құдайға қосатындардан да көптеген ауыр сөздер естисіңдер. Сол кезде сабырлық көрсеткендерің және өз абыройларыңды сақтағандарың, тақуалық жасағандарың тәуекелдің ісі. Өздеріне берілген ақиқатты жасырып қалмай, адамдарға жеткізу жайлы кітап түсіргендерден Алла уәде алған болатын. Алайда олар құны арзымас дүниеге қызығып, уәделерін аяқ асты етті. Сондағы қол жеткен жетістіктері қандай қасиетсіз еді. Өздерінің ойдан шығарған жалған шығармашылықтарына мақтанатындар және де өздері жасамаған істері үшін мақтағанды жақсы көретіндерді азаптан құтылып кетеді деп ойлай ма? Оларды жан төзгісіз ауыр азап күтіп тұр. Ғарыштар мен жер жүзінде билік жүргізу Алланың иелігінде. Барлық болмыс атаулыны жаратуға Алланың құдіреті толық жетеді. Ақиқатын айтар болсақ, ғарыштар мен жердің жаратылысы мен түн мен күндіздің алмасуының өзі ақыл иелері үшін Құдай құдіретінің дәлелдері емес пе? Олар тұрып та, отырып та, жантайып та жатып, Алланы естеріне алып зікір етеді. Ғарыштар мен жердің жаратылысына ой жүгіртіп, жаратқан еміз, мұның бәрін сен бекер жаратқан жоқсың. Сені барлық нұқсаннан пәк деп дәріптейміз. Бізді от азабынан құтқара көрші деп жалбарынады. Жаратқан иеміз кімді отқа тастасаң, сол пенденің расында да масқара болғаны. Арам пиғылды жандарда ешқандай да жәрдемші болмайды. Жаратқан иелеріңе иман келтіріңдер деп жар салған шақырушының сөзін естідік те өзіңе иман келтірдік. Жаратқан иеміз енді біздің күнәларымызды кешіп, қате кемшілігімізді жойып, бұл өмірден бізді ізгі пәк жандармен бірге өткізгейсің. Жаратқан иеміз елшілеріңе берген уәдеңді бізге де бере көрші. Қиямет күні бізді қор, масқара қылмағайсың. Әрине, сен уәдені бұзбақ емессің, деп жалбарынады иман келтіргендер. Ер адам болсын, әйел адам болсын, ізгілікті іс жасаушы пенденің амалын зая кетірмеймін. Сендер бір-бірлеріңе тәнсіңдер. Ал хижрат жасап Меккеден Мединаға көшіп, мекендерінен қуылып, зәбірлі көргендердің және менің жолымда шайқасқа түсіп, шейіт болғандардың жаман істерін міндетті түрде кешіріп, арасынан мөлдір сулы өзендер сарқырап аққан жәннат бақшаларына кіргіземіз. Алланың сендерге жасайтын сыйлығы осындай. Шын мәнінде Алланың сыйы барлық сыйлық атаулыдан артық, деп жаратқан иелері оларға жауап берді. Меккеде емін-еркін сайраңдап жүрген кәпірлердің дәулеті, байлығы сені еліктірмей-ақ қойсын, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұл олардың көретін азын аулақ қана қызықтары, соңғы барар жері тозақ, оты болмақ. Қандай жаман орын десеңші. Ал жаратқан иелеріңнің қаһарына ұшыраудан қорқатын тақуа жандарға сый-құрмет ретінде Алланың құдіретімен арасынан өзендері сарқыраған жәннат бақшалары дайындалды. Сол мекенде олар мәңгілік ғұмыр кешеді. Ізгі жандар үшін Алланың құзырындағыдан артық еш нәрсе жоқ. Шын мәнінде кітап иелерінің ішінде Аллаға иман келтіріп, сендерге және өздеріне сүрілгендерге иланатын, Алладан қорқып, Алланың шариғатын болмашы қызықтарға айырбастамайтын жандар бар. Оларды Раббыларының құзырында зор сый-құрметтер күтіп тұр. Ақиқатында Алланың есеп алуы өте шапшаң. Уа иман келтірген жандар! Қандай жағдайды да болмасын сабыр сақтаңдар.
қауіп атаулының барлығынан сабырлық сақтау арқылы сақтаныңдар да Алладан қорқыңдар, бәлкім бақытқа кенелерсіңдер.